Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі болам. Бүгінгі сабағымыз керемет бір сабақ. Коши теңсіздігі және оны дәлелдеу әдістері дейді. Коши теңсіздіктері негізінен олимпиада есептерінде көбінен пайдаланатын әдістер. Енді бүгінгі сабақта Коши теңсіздіктері арқылы теңсіздіктерді дәлелдеуді, теңдеулерді шешуді және теңдеулер жүйесін шешуді, функцияның ең үлкен және ең кіші мән туралы әңгіме болады, және арифметикалық, геометриялық, гармоникалық орталар туралы мәлімет беретін болам сабағымда. Енді А және В оң сандар үшін геометриялық ортаның арифметикалық ортадан аспайды. Енді аспайтынын мына формуланы дәлелдеп берейік. А минус Б-ның квадраты ол әр уақыт нөлден үлкен болады, квадраттан еш уақыт терістен шықпайды. Енді осыны ашатын болсақ, қыса көбейту формуласын пайдаланып, А квадрат минус 2АВ плюс В квадрат. Ендігі мәселе, теңсіздіктің екі жағына 4АБ-ны қосатын болсақ, бізде пайда болады 4АБ-ны қосатын болсақ, осындай теңсіздік пайда болады. Енді бірінші мына тұрған теңсіздігіміз ол нөлден екі санның қосындысының квадраты. Енді біз не істейміз? 4-ті бөліп өткіземіз және түбір аламыз теңсіздіктің екі жағынан бірдей. Сол кезде теңсіздіктің екі жағынан бірдей квадрат түбір алатын болсақ, екілік түбір алатын болсақ, бізде пайда болады. Теңсіздік пайда болады, яғни теңсіздікті дәлелдеп бердік. Коши теңсіздіктердің салдарын таныстырып кетейін, төрт салдары туралы. Осы төрт салдары бар, яғни мына теңсіздіктерді шамалы түрлендіретін болсақ, екіні теңсіздіктің екі жағына көбейтетін болсақ, мына екінші теңсіздік пайда болады. Немесе сол нәрсені егер мына А және В сандарын шамалы жаңа айнымалылармен түрлендірсек, мына теңсіздік пайда болады. Яғни төрт салдары. Осы төрт салдарды сабақ барысында пайдаланатын боламыз. Енді арифметикалық орта туралы айтып кетейін. Арифметикалық орта дегеніміз сандарды көрсетілген барлық сандардың қосындысын олар санына бөлу. Мысалы, 2 сан берілген болса, А және Б. 2-ні қосамыз да 2-ге бөлеміз. 3 сан болса, 3 санды қосамыз да 3-ге бөлеміз. N саны үшін осы сандардың барлығын қосып N-ге бөлеміз. Яғни, енді геометриялық орта туралы да тоқталып өтейін. Геометриялық орта дегеніміз N еселі, мысалы, А1-ден А-ге дейін берілген болса, сол сандарды көбейтеміз де N еселі түбірге аламыз. Келесі гармоникалық орта дегеніміз, мынау бір бөлінген А және В санының гармоникалық ортасын былай табылады. Бір бөлінген S, бір бөлінген 2, бір бөлінген А плюс бір бөлінген Б-ның көбейтіндісі. Енді S деген табу үшін шамалы түрлендіретін болсақ, 2АБ бөлінген А плюс Б болады. Және квадраттық орта бар. Төртіншісіміз берілген А және В сандарының квадраттарын 2-ге бөлеміз, содан түбір аламыз. Енді осы төрт ортаның туралы мәлімет беріп кетейін. Кәдімгі бір трапеция арқылы көрсетіп кетейін. Ең бірінші АД қабырғасын А деп алайық, және В қабырғасын В деп алайық. Сонда мынандай болады. В қабырғасынан үлкен КФ, яғни гармоникалық орта үлкен болады. Гармоникалық ортадан геометриялық орта үлкен болады. Геометриялық ортадан арифметикалық орта үлкен болады, және одан алгебралық квадраттық орта үлкен болады. Одан А қабырғасы үлкен болады, яғни гармоникалық орта КФ, КФ сызығы. Содан LE сызығы геометриялық орта үлкен болады. Одан арифметикалық ортасы Мен үлкен болады. Мен дегеніміз арифметикалық орта, немесе мектеп программасында олардың трапецияның орта сызығы деп те айтылады. Б мен А-ны қосып 2-ге бөлсек, ол Мен-ді береді. Және TQ квадраттық ортамыз одан үлкен болады. Сол төрт ортаның қасиетін пайдаланып, негізгі теңсіздіктерін дәлелдеуде, есептерді шығаруда көбінесе осы төрт қасиетті пайдаланып шығарылады. Төрт ортаны пайдаланып. Енді мысалы осындай бір теңсіздік берілсе, осыны дәлелдеуіміз керек. Біз не істейміз? Біз былай өткіземіз. Минус АБ барлығын минусымен өткізейік. Қарапайым теңсіздік дәлелдеп отырмын. Енді
біз не істейміз? Енді біз бұл жерде барлығын 2-ге көбейтетін болсақ, теңсіздіктің барлығын 2-ге көбейтетін болсақ, бізде пайда болады 2 және мына жерде 2. Мына 2 көбейту нөліміз бәрі 2, иә. Енді бізде пайда болатынымыз, және біз оны бұлай жазуға болады. Түсінікті, иә? Түсініксіз болса бұлай айтайын. А квадрат плюс а квадрат минус 2аб плюс в квадрат плюс а квадрат минус 2ас плюс с квадрат плюс в квадрат минус 2вс плюс с квадрат үлкен немесе тең 0. Яғни, осындай нәрсені пайдалануға болады. Так, енді содан теңсіздікті дәлелдеуге болады. Енді мысалы, осындай 4 сан берілген болса, осын үлкен екенін дәлелдеуіміз керек. Негізі мына 3 сан берілсе. Так, А плюс Б, Б плюс С және А плюс С теңсіздіктің дәлелдеуіміз керек. Біз не істейміз? Так, теңсіздіктерді, қаши теңсіздіктерінің қасиетін пайдаланайық. Бірінші теңсіздік А плюс Б-мыз үлкен 2А 2 көбейткен турасында А-Б-дан. Мына 3 теңсіздік орынды қаши теңсіздігі арқылы жазатын болсақ, және осы үшеуін көбейтетін болсақ, А плюс Б-ға Б плюс С және А плюс С-ны көбейтетін болсақ, бізде пайда болатын нәрсе осы. Енді түбірдің қасиетін пайдаланатын болсақ, бұл жерде 8-ді жақсы сыртына қойын, 8-ді қойын, А квадрат, В квадрат және С квадрат. Квадратпен түбірді қысқартатын болсақ, теңсіздік дәлелденіп тұр. Енді келесі, мынандай теңсіздікті дәлелдеуіміз керек. Бұл теңсіздікті дәлелдеуде біз мынандай әдісті пайдаланамыз. Мына 3 дегенді 1 плюс 2 түрде, және А квадрат, Аның 10 дәрежесі мен 1 бөлінген А квадратты екеуін топтастыратын болсақ, бізде пайда болатын нәрсе так мына болады, иә. Яғни біз мына қашидің теңсіздігін пайдаланып отырмыз. А плюс Б үлкен немесе тең 2 түбірасында А, Б деген. Яғни біздің жағдайымызда Аның орнында Аның 10 дәрежесі плюс 1 бөлінген Аның квадраты тұр, иә. Ол үлкен немесе тең 2 еселенген Аның 10 дәрежесі көбейткен 1 бөлінген Аның квадраты. Содан пайда болған нәрсе Аның 10 дәрежемен 2 дәреже қысқарып, 8 дәрежені береді. Енді 8 дәрежеден квадраттық түбір қысқарып, ол 4 дәрежені береді. 4 дәрежені береді. Және біз мынандай түрлендіру енгізуге болады бұны. Так, 2-ні, мына 2 мен мына 2-де бар 2-ні жақшы сыртына қойын. Және осы 2 үшін, осы 2 Аның 4 дәрежесі және 1 бөлінген А квадрат үшін қаши теңсіздігін пайдаланайын. Сол кезде бізде пайда болатыны дәл осы әдісті пайдаланып шығаратын болсақ, және квадратпен түбірді қысқартатын болсақ, бізде пайда болады 4 А және 1 бөлінген А. Бұл жерде тағы қаши теңсіздігін пайдаланатын болсақ, яғни 4 А плюс 1 бөлінген А десек тағын, ол 4 көбейту болып тұра береді. Мұна 2 үшін қаши теңсіздігі түбір астында А көбейткен 1 бөлінген А. Яғни ол дегеніміз 8. Яғни осылай теңсіздікті дәлелдеп бердік. Так, енді осындай теңдеуді шешуіміз керек. Осы теңдеуді қалай шешеміз? А дегеніміз нөлден үлкен сандар қарастырылады дейді. Яғни, мұнда түбір астында тұрған
x'imiz әр уақыт 0-ден үлкен болу керек, білеміз, түбірден функцияның анықталу болысында түбірден теріс сан шықпайды. Сол нәрсені қарастыруымыз керек. Содан мына түрлендіруді 13x дегенді біз x квадрат плюс 4x плюс 4 деп алдық, плюс 9x. Мына екеуін қоссақ, бәрі 13x шығады. Енді оны бөлетін болсақ, мынаны білеміз. x плюс 2-нің квадрат. Яғни біз мынандай нәрсені пайдаландық. X плюс 2-нің квадраты бөлінген x плюс 2 дедік та, и плюс 9x бөлінген x плюс 2 дедік. Квадратпен мынаны қысқарттық. Яғни мына формаға келтірдік. Біз a элемент және b элемент сияқты. Енді оларды біз былай жазуға болады. A плюс b үлкен немесе тең 2 еселенген a көбейткен b. Каши теңсіздігі. Ол дегеніміз үлкен немесе тең. Осыдан бұл жерде x плюс 2 мен x плюс 2 қысқаратын болса, 6 түбірасында x. Енді мына теңсіздік шықты. Енді бізде еске түсірейік, Каши теңсіздігі қай жағдайда теңдік орынды. Каши теңсіздігі мына теңсіздік болса, арифметикалық орта мен геометриялық орта тең болады. Егер берілген элементтер тең болса, a және b элементтер тең болса, яғни бізде пайда болатыны x плюс 2-міз тең болу керек. Мына a элементпен, мына b элемент тең болу керек. Сол кезде ғана теңдік орынды. Яғни біз x плюс 2 мен 9x осы екеуін теңестірдік. Содан біз бұл кәдімгі қарапайым рационал теңсіздік шығаратын болсақ, x біріміз 1-ге тең, және x2-міз 4-ге тең. Так, 1-ді қойсақ 3, теңсіздік орында, 4-ге қойса 6, 36-ны 6-ға бөлсек 6. Так, келесі теңдеуді шығардық. Енді теңдеулер жүйесін шығарайық. Каши теңсіздігін пайдаланып, теңдеулер жүйесін шығарайық. Шешуі осылай болады. Бұл жерде 2x куб дегенде x куб плюс x куб деп, яғни 3 элемент формасын пайдаланайық. Және 3 санның арифметикалық ортасы a плюс v плюс s үлкен немесе тең 3 еселі 3 көбейткен 3 еселі түбірасында a көбейтілген v көбейткен s-ді. Енді осы нәрсені пайдалансақ, Каши теңсіздігін 3 еселі түбірден x-тің кубы мен x қысқарып, осындай түрлендіру пайда болады. 9x квадрат плюс y. Яғни мына теңсіздіктен, теңдеуден осындай нәтиже пайда болып тұр. Енді бұл жерде де еске түсірейік, теңдік қай жағдайда орынды. Так, теңдік қай жағдайда орынды. x-тің кубына тең, және 27 y-тің кубына тең болған жағдайда. Және мұна жердің 3 түбірді алатын болсақ, бізде 3 түбірді жазатын болсақ, 3 түбірді бізде пайда болатыны x тең 3y дегенге тең болады. Енді 3y-ге тең болса, келесі теңсіздікке қойын. Мен келесі теңдеуге қойын. Мына бірінші емес, екінші теңдеуге қойын. Бірінші теңдеу. Екінші теңдеуге қойсам, бізде пайда болатыны 9y квадрат минус 3y квадрат плюс y квадрат. Мына x-тің орнына 3y-ті қойып жатырмын. Сол жерден y квадратымызды түрлендірек. Сол кезде, так, 9-дан 3 тасытсақ 6, оған 1-ді қоссақ 7. 7y квадрат негізінен. 7y квадрат пен 28 болып тұр ғой. 7-ге бөлетін болсақ, бұл жақ 4. Y квадрат тең 4. Енді y-іміз 0-ден үлкен екенін ескеретін болсақ, ол кезде y біріміз 2-ге тең. Және x-іміз
x тең 3y екенін ескерсек 6-ға тең. Сонымен жауабы y біріміз 2 және x біріміз 6 екені шықты. Енді мынандай функция берілген y функциясы x плюс 32 бөлінген x квадрат функциясының ең кіші мәнін табыңыз дейді, егер x 0-ден үлкен болса. Яғни, мына функцияның ең кіші мәнін табуымыз керек. Енді бұл жерде туынды алу арқылы да шығаруға болады, басқаша зерттеулермен де шығаруға болады. Біз Каши теңсіздігін пайдаланып шығарып көрейік. Так, x және 32 бөлінген x квадрат дегенде біз бұлай жазайық. x бөлінген 2, x бөлінген 2 және 32 бөлінген x квадрат. Және бұл жерде 3 элемент үшін бағана бұдан алдыңғы теңдеулер жүйесінде шығарғанда пайдаланған әдіс сияқты 3 элемент үшін үштікті бір астында так, жерге жазылайыншы формасын, a плюс v плюс c үлкен немесе тең 3 еселі түбірасында 3a плюс көбейту b көбейту c деген арифметикалық орта геометриялық ортадан үлкен деген шартты пайдаланып шығарып отырмыз. Негізі мына жер үлкен немесе тең, шамалы үлкен немесе тең. Так, одан мына жерде x квадрат пен x терді жоятын болсақ, бізде пайда болады, x квадрат пен жоятын болсақ, 32-ні мына қысқартатымызы 8, 8-ден ол 2-нің кубы екенін ескерсек, 2 шығады 6. Енді ең кіші мәні 6-ға тең болады, және ол x бөлінген 2, 32 бөлінген x квадратқа тең болған жағдайда, a және v, c сандары тең болған жағдайда, және x-іміз бұл жерден табатын болсақ, пропорцияны пайдаланатын болсақ, x-тің кубы тең 64. Егер пропорцияны пайдаланатын болсақ, x-тің кубы тең 64. Және үштікті бірді енгізетін болсақ, теңдіктің екі жаны, сонда бізде x-іміз тең 4-ке. Осылай функцияның ең кіші мәнін таптық. Енді берілген f от x функциясы x-тің 4 дәрежесі плюс 2x квадрат, 1 бөлінген x квадрат плюс 1 квадраты плюс 5 функциясының ең кіші мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде де дәл сол әдісті пайдаланамыз. Дәл соған ұқсас әдісті пайдаланамыз. Біз білеміз, мына екінің ең кіші мәні x квадрат плюс 1, осының ең кіші мәні 2-ден үлкен болады. Және мына 4-ті қосатын болсақ, 6-дан функцияның ең кіші мәні 6-дан үлкен. Және x тең 0 болған жағдайда. Енді мына есеп қабырғасы A болатын квадрат формалы темірдің бір бетінен тік бұрышты параллелепипед формасын қорап дайындау керек. Сол жерде параллелепипед формада келтіру үшін темір бетінің 4 квадрат бөлігі кесіліп алынған және шыққан фигураны кесу сызықтарының бойымен бір-бірімен қосып жалғастырған қораптың көлемі ең үлкен болатындай дайындалу материалының өлшемдері қандай болуы керектігін анықтаңыз дейді. Енді шешуі. Осындай бір квадрат формасындағы алынған темір, содан кесіп қорап жасап жатыр. Қораптың енді көлемі ең үлкен болуы тиіс көлемі. Енді бізде мынандай нәрсе пайда болып тұр, мына жерді x деп алған, мына жерді x болса, мына қалған бөлігіміз өзі барлығы a болса, бұл жеріміз a-дан 2x-ті азайтқанға тең болады, a минус 2x. Және мына жақта да сол нәрсе, a минус 2x. Табаны, яғни a минус 2x-тен тұратын табанның қабырғалары a минус 2x-тен тұрады осы қораптың. Енді осы нәрсені пайдаланайық және көлемді қалай табамыз? Көлем дегеніміз табан призманың көлемі, яғни
төртбұрышты призманың көлемі V тең білеміз H көбейту табанның ауданы S табанымыздың ауданы, яғни бізде табанымыздың ауданы A-2x-ті көбейтеміз A-2x-ке. Ал биіктік бізде H-ымыз бізде болып тұр. H бізде x-ке тең болып тұр, x-ке. Осы үшеуінің көбейтіндісі x және A-2x-тің квадратының көбейтіндісі ол көлемді береді. Енді біз бұл жерде шамал түрлендіру енгіземіз. 4-тен 1-ге көбейтіп, яғни мына жерде 4 пен 4 қысқарады негізінен. 4 пен 4 қысқарады, бірақ 4-тен 1-ді көбейтіп, біз мынандай түрге келтіре аламыз, мына 4-ті пропорцияны пайдаланып, мына 4-ті мен пропорцияны пайдаланып V-ға көбейтемін, және үштікті бірге аламын. Үштікті бір астында. Енді бұл жерде мынандай нәрсе болады, бізде геометриялық орта, мына тұрған геометриялық ортамыз, арифметикалық ортадан әр уақытта кіші немесе тең. Енді бізде айтады, сол кезде бізде мынандай нәрсе пайда болып тұр, көлемден қабырғаны тауып отырмыз. Қабырғасы, яғни 2a бөлінген 3 болып тұр. Қарайық. Енді осы 2a плюс 3-ті біз кубтайық. Үштікті бұрасында 4v-міз кіші немесе тең 2a бөлінген 3 кубтаған кезімізде бізде болады, кубтаған кезде 4v-мыз кіші немесе тең 8a бөлінген 27-ден болады. Шамалы түрлендірсек, бұны нәтиже пайда болады. Яғни көлемнің ең үлкен мәні a тең 6 болғанда x тең. Енді бізде ізделінді нәрсені таптық. Көлем максимум 2a куб бөлінген 27. Яғни x тең a бөлінген 6-ны алатымызық ең үлкен нәтиже болады. A дегеніміз қандай да бір сан, ол түсінікті. Мысалы, соны 6-ға бөліп фигура жасасақ, ол кезде ең үлкен көлемді алады екенбіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық.